Ал достар, міне бүгін домбыра тарту жолы жөнінде айтатын боламын. Жалпы домбыраны сандар арқылы үйреніп кетуге болады. Міне алдарыңызда сандар тұр. Міне 5 пен 0, 5 пен 7, 5 пен 7 деген сияқты. Мына домбыраның пернесінен сол сандарды санап табамыз. Яғни міне санаймыз: 1, 2, 3, 4, 5. Яғни сан мына үстінде тұрса, домбырада да үстінен басамыз. Яғни мынау үсті, мынау асты. Міне қараңыздар. Бірі болады, 2, 3, 4, 5. Үстінен басамыз, бас бармақпен. Мынау асты болады. 5 үстінде тұр, оны үстінен басамыз. Ең бірінші 5 пен 0. 0-ді баспаймыз, 0 басылмайды. 5-ті басамыз. Мына 5-ті басамыз. Сосын қағыс төменге, мына тау сияқты белгі төменге тартамыз дегенді білдіреді. Төменге тартамыз. Әрі қарай 5 пен 7. 5 пен 7 астынан 7-ші пернені басамыз, үстінен 5. Қағыс жоғарыға. Мына белгі жоғарыға деген белгі. Сонда 2 сан 1 қағыс болады. Түсіндіңіздер ғой. 1, 2, 3, 4, 5 астынан 7-ші перне. Міне мынау 5-ші перне. Ақ дөңгелек боялып тұрған. Астында 7-ші перне. Міне 5 пен 7-ні басасыздар ғой. Көрдіңіздер ме? Жоғарыға тартамыз. Сосын 5 пен 7 төменге. Одан кейін жоғарыға. Міне қараңыздар. Үйренуге өте ыңғайлы. Барлығы дайын жазылып тұр. Әрі қарай да дәл солай таба береміз. 5 пен 7 тағы да қайталау. Қағыс төменге. 5 пен 7 қағыс жоғарыға. Жүрген жігіт бағып қой. 8 болса 8-ді басасыздар, 7 болса 7-ні. Барлығы дайын тұр. Дәл жаңағыдай санап табасыздар. Ал осы әдіс арқылы үйреніп алыңыздар. Осындай схеманы алам десеңіздер, комментарийге жазыңыздар. WhatsApp-қа жіберетін боламыз.